Ассаламу алейкум, құрметті қазылар алқасы. Менің есімім Сүйіндік Сүйіндікұлы. Мен Баянауыл ауданына қарасты Жұмач ауылында тұрамын. Мен сіздерден шағын несие алып, өз шаруашылығымды әрмен қарай дамытсам ба деген ойым бар. Бұл менің алдағы мақсатым ауылда жүрген жұмыссыздарды, жастарды және де басқа да жұмыссыз азаматтарды жұмыспен қамтамасыз ету және де мал шаруашылығын орай дамытып, ет, сүт және май өнімдерін одан ортаға сатып, үлкен шаруашылыққа айналдырсам ба деген ойым бар. Және де барлығын арзан бағада халыққа қолжетімді бағамен ұсынсам ба деген ойым бар. Және де алдағы уақытта болашақта үлкен шаруа қожалығын құрсам ба деп ойлап отырмын.